Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздердің бірге мен Зейқылбет. Бүгін біз CoinList платформасы арқылы токен сейлға заявка қалай береміз, сол жайлы сізге қысқаша ақпарат бере кетемін. Кеттік. Сонымен достар, сіздер менің CoinList платформамда отырсыздар. Сіздерге қазір қалай регистрация жасау керектігін айтамын. Әрине бұны айтпай қойсам да болады, себебі өте қарапайым. Егер сіздер CoinList платформасы кіргеннен кейін, әрине ссылкасын бәрін астына қоятын боламын. Ссылкамен өтіп, осы сайтқа өтесіздер. Осы сайтқа өткеннен кейін сіздерде бірінші регистрация жасау керексіздер. Мынау жерде астында жазылып тұр: Don't I have CoinList account. То есть егер аккаунтыңыз болмаса, Sign up регистрация жасаңыз. Осы Sign up-ты басасыздар. Одан кейін бізді осы страницаға аударады. Осы страницада біз өзіміздің данныйларымызды толтыру керекпіз. Last name деген, то есть first name деген атымызды барлығын ағылшынша жазамыз. Last name деген фамилиямыз, то есть аты және фамилиямыз. Одан кейін email почтамыз. Одан кейін мына жерде пароліміз, және мына жерде біз өзіміздің паролімізді подтверждение жасаймыз және create аккаунт басамыз. Егер барлығын дұрыс жазсаңыздар, онда сіздерде аккаунт ашылады. Және достар, сіздерге ең басты ескерту: парольде үлкен әріп, кішкентай әріп, цифра және леп белгісі немесе нижний пробел болу керек. Бұның барлығы дұрыс болса, барлығы дұрыс болады. Да. Сосын барып создать аккаунт басасыздар, и все, сіздер CoinList аккаунтына кіресіздер. Мен создавать етпеймін, менде аккаунт бар, сол себепті мен сразу входпен кіретін боламын. CoinList платформасына регистрация жасап болғаннан кейін сіздер осы CoinListке кіресіздер. Кіргеннен кейін ең бірінші біз верификация өту керек боламыз. Ол үшін аккаунтқа басамыз. Яқты Etylist деген бар, Etylistке басасыздар. Менде осындай страница ашылып тұр, себебі мен уже верификация өтіп қойғанмын. Егер сізде бұндай страница ашылмаған болса, онда сіздер кішкене басқашалау тұрады, там get верификация сондай болып тұрады. Сол себепті сол жағын басып, толыққанды верификация өтесіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Ең басты сіздерде паспорт болу керек, және толтырған кезде өздеріңіздің паспорттағы аты жөндеріңіз қалай жазылып тұр, солай жазасыздар ағылшын тілінде. В принципе, верификация өтіп боласыздар. Одан кейін сіздер аяқта тоже security деген бар, безопасность деген тоже безопасность өтіп алыңыздар. Двухфакторный аутентификация және тағы басқа. Бұның барлығын өтіп болғаннан кейін, то есть сіздер регистрация жасадыңыздар, верификация өттіңіздер, безопасность қостыңыздар. Одан кейін аяқта бізде dashboard деген бар. То есть токен сейл арқылы көбінесе осы пунктке шығады, новый токен сейлдер. Бірақ әзірше қазір шықпай тұр. Сол себепті мен через dashboard арқылы регистрация жасадым. Осы dashboardқа кіресіздер, біз токен сейлге қазір заявка беретін боламыз. Мына жерде бізде configure sale registration на open деп тұр, регистрация ашық. Learn more басамыз. Осы токен сейлге қатысатын Centrifuge'нің сайты ашылды. Осы жерде біз осыған регистрация беру керекпіз. Токен сейлге заявка береміз. Мынаяқта регистрация now деген бар, соған басамыз. Сәл төмен түсеміз. Қазір мыналардың барлығына ақырында тоқталамын. Ол жағын қазір асықпаймыз. Мен сәл төмен түсеңіздер, мынаяқта екі опшн бар. Екеуіне де қатыссаңыздар болады. То есть екеуіне де заявка берсек болады. Біріншісіне регистрацияны басамыз. Менде уже мынаяқта регистрация өтілген, сол себепті менде configure option 1 деп тұр. То есть барлығы өтіліп тұр. Сіздерде кішкене басқашалау тұрады. Особо қиындығы жоқ. Там Қазақстан таңдайсыздар, өтесіздер. Там подтвердить басасыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Потом бар біріншісін өтесіздер, одан кейін кіресіздер, екіншісін өтесіздер. То есть екеуі бірдей, особо айырмашылығы жоқ. В принципе, болды. Осы регистрация өтіп болғаннан кейін сіздер еш нәрсе істемейсіздер, только күтесіздер. Енді қараңыздар, осы жайлы сіздерге қысқаша ақпарат бере кетейін. Осы токен сейл жайлы. Міне сәл жоғары шықсаңыздар, осы токен сейл 6 май күні ашылған регистрация. 21 майға дейін созылады. То есть 21 майға дейін регистрация жасап үлгерсеңіздер, онда токен сейлге қатысуға возможность болады. Қатысу деген сөз бір обширно айтылған, біз ол жеке еще ұту керекпіз. То есть қатысқан бөлек және ұту бөлек. Сол себепті қатыстым деген сөз, ұттым деген сөз емес. Енді қараңыздар, option 1 дегеніміз токен сейл бағана біз біріншісінде регистрация болатынбыз. Бірінші option токен сейліміз сағат 26 май күні сағат, қазір көтержейін, сағат 5-те ашылады. Бірақ по-любому бұл сағат 5 қай уақытпен білмеймін. Может быть, Америка уақытымен ба, может басқа уақытпен ба, оны тағы уточнить ету керек. Сосын бар екінші токен сейл тоже сол күні сағат кешкі 11-де ашылады. Тоже уақытын, тоже Қазақстан уақыты бойынша уточнить ету керек. Токен сейл 26 күні белгілі болады. 26 күні кім ұтты, кім ұтпады, соны сіздер білетін боласыздар. Одан кейін 26 біткеннен кейін 31-не дейін, егер сіз ұтқан болсаңыз, 31-не дейін сіздер пополнение жасау керек боласыздар. Егер пополнение жасамасаңыздар, онда сіздер бүкіл аккаунттарыңыз бан болады. Мен естуім бойынша, сол себепті егер ақшаңыз болмаса, лучше қатыспай қойсаңыз жөн болады. Одан кейін аяқта астында option 1.055 дегеніміз
бұл токен сейлдің бағасы, то есть алғашқы предпродажный суммасы. Егер сіз токен сейлді ұтсаңыз, осы бағамен сатып алу мүмкіндігіңіз бар. Екінші токен сейлдің бағасы $38, бірақ ол жақта кішкене условиясыз басқашалау, мен нақты түсінген жоқпын. То ли 2 жылға дейін сіздің суммаңыз блокировкада тұрады, то ли 2 жыл бойы шетінен сіздерге сумма шетінен ашылып отырады. В принципе, осылай нақты unlock деген открытие, қателеспесем қазір Google переводчикпен сіздерге перевод жасап көрейін. Міне разблокировать, то есть токен, осы сатылған токендеріміз 14 июль күні бізде разблокировка болады, ал екінші токен сейліміз бізде 14 күннен бастап уже 2 жыл бойы шетінен разблокировка болып отырады. Менің түсінгенім бойынша осылай болып тұр. Примерно екеуінен де 17 миллион токен таратады осы токен сейл бойынша. Одан кейін минимальный вложение $100 болу керек сіздерде. То есть егер сіз ұтқан болсаңыз, сіздерге $100 вложениемен сатып алса болады, минимальный сумма, және максимальный $500. Яқта тоже екінші опшында минимальный $100, максимальный $500. Одан кейін астында яқта биткоин, эфириум, USDC, USDT деген бар. Бұл арқылы біз өзіміздің бағанағы токендерімізді сатып алсақ болады, пресейлге қатыса аламыз. Және бұл жерде нюанс бар, егер сіздер USDC және USDT мен толтырған болсаңыздар, комиссия алынбайды. Осы CoinListке толтыру жайлы алдағы уақытта тағы ақпарат беретін боламын. Әзірше мен өзім толтырған жоқпын, сол себепті қазірше нақты ақпарат сіздерге бере алмаймын. Особо қиында жоқ, мен түсінгенім бойынша там тоже лайфхактары бар. В принципе, достар, осылай толыққанда осының бәрін оқып шықсаңыздар болады. Мен барлығын оқып шыққан жоқ, примерно ең керекті ақпараттарды ғана оқып шықтым. Және бұл менің алғашқы токен сейлім, сол себепті бұл жерде мен көптеген нюанстарды білмеймін, бірақ пошагово осылай жасайсыздар. Одан кейін 26 май күні сіздерге SMS келеді. Сол SMS бойынша сіздер кіресіздер и күтесіздер. Өздері примерно определяция етіледі, кім екінші орынға шықты. Сосын барып уже сіздер белгілі болады. Ұттыңыздар ма, ұтпадыңыздар ма? Егер ұтсаңыздар, онда аккаунттарыңызды $100 толтыру керек боласыздар. Егер ұтпасаңыздар, онда сіздер ничего страшного, қатыса алмайсыздар. Просто келесі жолы тағы бағымызды сынап көреміз. В принципе, достар, осылай CoinList'ін особо қатты қиындығы жоқ. Осылай біз токен сейлге қатысатын боламыз. Әрине, қосымша сұрақтарыңызды менің Telegram каналының чатына қойсаңыздар болады, және осы видеоның астында комментарийға жазып отырсаңыздар болады. Сіздер болған мен Зея Құлмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық.